Сәлеметсіздер, 8-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода география пәнінен 2-ші тоқсанның 1-ші бажабысына талдау жасап беретін боламын. Оқушылар, видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетулеріңді сұраймын. Ендеше сабақты бастаймыз. Бізде физикалық география бөлімі бойынша жиынтық бағалау алынатын болады, және де оған 20 минут уақыт беріледі, және де 3 түрлі тапсырма бар. Бірінші тапсырма. Суретте климат түзуші факторлар көрсетілген. Климат түзуші факторлардың жергілікті жер климатына әсерін талдаңыз дейді. Ендеше бастаймыз. Күн радиациясы, яғни ол күн сәулесінің жер бетіне түсу уақытына байланысты әр ендікте әртүрлі уақытта түседі. Жер бедері таулардың ендік және бойлық бағытта орналасуына байланысты және мұхиттан алыс не жақын орналасуына қарай. Ауа массалары, ауа температурасының әсерінен жауын-шашын және болтты ауа райына өзгереді. Географиялық орны ауа райына байланысты жер көлеміне таулар мен жазықтарға байланысты болып келеді екен. Келесі екінші тапсырма. Климаттық белдеулер картасын берілген деді. Енді экваторлық белдеуді тауып, қай санға сәйкес келетін жазыңыз. Экваторлық белдеу дегеніміз ол бірінші сан, яғни осы сызық бойымен экваторлық белдеу өтеді екен. Осы белдеудің әр құрлықтағы ерекшелігі мен ұқсастығын жазыңыз дейді. Оңтүстік Америкадағы ерекшелігі жерінің басым бөлігі төменгі ендікте орналасқандықтан күн сәулесі мол түседі. Африка климаты ылғалды және экваторлық. Евразия көктем мен күзде жауын-шашын жиі болады. Енді ұқсастықтары үшеуінің де жауын-шашын мол түседі жеріне, ең жылы белдеуде орналасқан екен үшеуі. Жазып аламыз оқушылар. Үшінші тапсырма. Берілген суреттерді пайдаланып талдау жасаңыз дейді. Яғни екі суретке де қарасақ, екі суретте де ауаның ластануы, сол ластанғанның әсерінен жерге жауын-шашынның жауы және жалпы айтқанда ауа райының ластануы, зауыт пен фабрикалардың әсерінен. Енді талдаймыз. Антропогендік әсерлерден қалыптасқан атмосфералық ластану мен климаттың өзгеруін анықтаңыз дейді. Зауыттар мен фабрикалардан шығатын түтін әсерінен атмосфера ластанып, климат өзгереді екен. Салдарын жазыңыз дейді. Ауа ластануы, мына жерді белгілеуді ұмытып кеттім. Ауа ластануы әсерінен адамдардың денсаулығына өте кері әсерін береді. Атмосфераның ластануының климат өзгерісіне әсерін азайту және шешу жолдарын ұсыныңыз дейді. Ол үшін ауаны ластайтын зауыт фабрикаларды қаланың шетіне немесе жазық жерлерге соғу қажет екен. Оқушылар, сонымен біздің бүгінгі БЖБ талдауымыз аяқталды. Каналда басқа да пәндерден БЖБ, ТЖБ тапсырмалар шығып жатыр. Кіріп қарап көрсеңдер болады.